Елорда көшелерінің асфальттарына бірнеше жыл жүректің суретін салып жүрген Саша есімді қала тұрғынын әкім кездесуге шақырды. Ел астанасының Сарыарқа ауданы әкімі Ерғали Егемберді ерекше сурет салатын азаматқа қаланы көркейтуге үлес қосу үшін ұсыныс жасамақшы. 2016 жылы қыстыгүні қарға жүректер салып жүрген көше тазалаушысын қала тұрғындары тауып алды. Содан бері ол көпшілікке дядя Саша болып танылып кеткен. Жаны сұлулықты сүйетін азаматқа табыс тілейміз. Ал қазір тәннің сұлулығына мән беретін нәзік жандыларға арналған шырайлы майдары. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей мен фейс фитнес тренері Бахыт Али. Бүгін мен сіздерге екінші екке арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Ең біріншіден, екінші ек неден пайда болады? Ол ең бірінші бүкірліктің салдары, екіншіден ол артық майдың жиналуынан болады. Ендеше жаттығуларымызды бастайық. Бірінші жаттығу бұл мойынды алға қарай созып, екті жоғары қарай көтереміз. Бұл жаттығу 15 рет, 2 реттен жасалынады. 15 рет статикада 30 секунд, яғни ұстап тұрамыз. Екінші жаттығу, екінші екті тартуға арналған. Ол үшін тілді мұрынға қарай бағыттап, 15 реттен 2 рет жасаймыз, яғни 15 рет бұл жаттығуды да, яғни статикада ұстап тұрамыз. Бұл жаттығу ерсі көрінгенмен, бірақ екінші ектен арылуға көп көмегін тигізеді. Үшінші жаттығуымыз бұл екінші екті, яғни саусақпен остеопатиялық массаж жасаймыз. Бұл массаж өте терең деңгейде жасалынады. Бас бармақты төменгі екке қойып, яғни өте терең деңгейде остеопатиялық массаж жасаймыз. Бұл массаж 10-15 рет жасалынады. Міне, қымбатты көрермен, бүгінге біздің жаттығуларымыз осы. Келесі бағдарламада өзге де жаттығулармен таныстыратын боламын. Әдемі болуға сізде лайықсыз.